ізденісте болдым шындықты білу үшін. Соны Құдайдан сұрадым, шынымен шындық жол қайсы? Қиямет күнінде Иса пайғамбар аспаннан түседі. Армысыз қымбатты тыңдарман, бүгін біздің көшпелі студиямыздың қонағы Нариман бауырымыз. Нариман, студиямызға қош келдіңіз. Құдай жолына бет бұрғанға дейін кімге сендіңіз? Кішкентай кезімнен бастап сол бір Құдайдың жаратушы бір Алланың бар екенін естіп, біліп, көстім. Үйде үлкен екі әжем болды, 5 уақыт намаз оқитын. Солардан Құдайдың бар екендігін біліп, жалпы өзімді ислам дініндегі мұсылман дінін ұстанатын адам ретінде есептеп жүрдім. Өз басым сол уақытқа дейін кітаптар оқып, немесе сол бір діни рәсімдер орындаған жоқпын, жай қысқа дұғалар жаттап алғаннан басқа. Бірақ шын мәнінде сол Құдайды танып білгім келетін, сол жаратушы бар екенін білгім келіп, кішкентай кезімнен өте үлкен ізденіс үстінде жүрдім. Жүрегімде бір бос орын болды. Құдайды жаратқан, өзімді жаратқан иені танып білгім келіп, әрқашанда ізденіп жүретін. Кітаптар оқып, әртүрлі діни кітаптар оқып, Иса Мәсіх туралы ақпарат менде өте аз болды. Сол әжелерімнен естігенім, сол қиямет күнінде Иса пайғамбар аспаннан түседі, және өлген адамдар қайтадан тіріледі оның алдында деген сондай қысқаша ғана мәлімет болды. 1993 жылы мен бірінші рет сол Исаға сенуші жігіт туралы естідім, қазақ жігіті туралы. Менде дұрыс түсінік болған жоқ бұл кезде. Мен ойладым, бұл басқа діндегі адам, және басқа дінді уағыздап жүрді, сондай түсінік болды. Орыс тілінде естіген кезде Иисус Христос, мен ойладым, сол орыстардың ғана сенетін Құдай, қазақтар оған сенуге болмайды деп. Сондықтан мен сол жігітке өте ашулы болдым. Өзге дінде жүр деп. 1993 жылы күз айларында мен сол жігітпен кездестім. Кездескенде жаңағыдай дұрыс емес оймен бардым да оған. Менде сол жүрген жолынан қайтару сондай мақсат болды. Күш көрсету сол мақсатында қасыма бірнеше адамдарды жинап алып барып, бірақ сол жерде өрескел қылығын көрген жоқпын. Керісінше сол бала кезімде естіп өскен сол сөзді сол жерде естідім. Қиямет күні болады, Иса Мәсіх аспаннан түседі, Алла Тағала оны жерге жібереді деген сол сөзді қайтадан естіп, мен сол жігітті тыңдай бастадым. Қасымдағы ертіп келген жігіттер маған ренжіп кетіп қалды. Сен өзің бізді алып келдің, осы жігітті ұрып-соғып, қоқан-лоққы қылып күш көрсетуге, бірақ сен өзің оны тыңдап отырсың деген ниетте олар ренжіп маған кетіп қалдық барлығы. Біз сонымен ол жігіт екеуміз жалғыз қалып, мен оған көптеген сұрақтар қойдым. Содан бастап менде шынымен Иса Мәсіхке деген ойым, көзқарасым өзгере бастады. Исаны жалпы жүрегіңе қай кезде қабылдадың, және қалай қабылдадың? Ізденісте болдым шындықты білу үшін. Мен айта алмаймын, бір уақытта бір сәтте сенімші болып кеттім деп, себебі сол зерттеу керек болдым. Сондықтан мен тарихи кітаптарды, киелі кітапты, Құранды зерттеп оқып, ізденіс үстінде болдым. Соны Құдайдан сұрадым, шынымен шындық жол қайсы? Иса Мәсіх шынымен біздің күнәміз үшін құрбан болған біздің құтқарушымыз болса, маған ашылса, мен оған өмірімді арнаймын деген сондай өзімде шешім болды. Егер басқа бір жаңағыдай дін, басқа бір жол шындық болса, онда мен сол дінге, сол жолға өзімді арнаймын деген ондай шешім болды менде. Сол киелі кітапты, Құранды салыстырып оқып жүрген кезде маған бір шындық ашылды. Иса Мәсіх Құдайдың адамзатқа жіберілген сөзі екен. Бұл туралы Құранда да жазылған бірнеше жерде. Сондықтан мен көрдім, Құдайдың сөзі, шындық сөзі бізге келді.
Құдай бізге сөйледі Иса Мәсих арқылы, бізге өзінің сүйіспеншілігін көрсетті Иса Мәсих арқылы. Сол кел рух маған соны ашып берді. 8-9 айдай уақыт кеткен болу керек. Мен 94 жылдың басында мен еліміз Иса Мәсихті құтқарушым ем ретінде жүрегіме қабылдадым. Жақсы, Құдайға шүкір. Енді осы Исаны жолына түскеннен кейін, қабылдағаннан кейін қандай өміріңде өзгерістер болды, қандай қиыншылықтар болды? Енді ең бірінші ол менің жүрегіме тыныштық келді. Себебі мен сол уақытқа дейін өмірде көптеген сұрақтарым болды, жанымда тыныштық болған жоқ. Сол кезде мен 19-20-21 жастағы жас жігіт болсам да, осы өмірден түңіліп жүрген, үмітсіздік көп болды менде. Қорқыныш болды, өлімнен қорқыныш болды, кейбір кездерде өлгеннен кейін не болады деген сондай сұрақтар болды. Мен мазалап ұйқы көрмейтін сәттер болды. Сол нәрседен құтылдым. Исаға сену арқылы жүрегіме тыныштық алдым, қуаныш алдым, және өмірдің мән мағынасын түсіндім. Шынымен жаңадан өмірге келгендей болдым. Құдайға рахмет. Осы жан тыныштығы келген кезде бүкіл жан дүнием өзгеріп, мінез құлқым жақсы жағына қарай өзгеріп, кешірімді, мейірімді бола бастадым. Енді мына бізді тыңдап отқан көрермендерге не айтқың келеді? Осы өзіңнің өмірің арқылы. Құдай айтады киелі сөзінде: мені іздеңдер, шын жүректен іздесеңдер егерде, онда мен сендерге табыламын деп жазылған. Сондықтан жаратқан иені, өзін жаратқан Құдайын танып білгісі келетін әрбір тыңдарманға айтарым: шын жүректен іздеңіздер. Өздеріңіз оқыңыздар, іздеңіздер. Қазір Құдайға шүкір ақпарат мол заман. Сондықтан әр адамның, кейбір адамдардың ойымен жүрмей, Иса Мәсих туралы көп адамдар дұрыс емес сөйлейді, дұрыс емес ойлайды. Олардың айтқанымен, олардың ойлағандарымен жүрмей, өздеріңіз шындықты ізденіңіздер Иса Мәсих туралы.